Сәлем достар, менің есімім Аида Қыдырбай, Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын. Мені қолдаймын деушілер кітабымды Каспи дүкенінен алуға шақырамын. Сілтемесі төменде көрсетілген, және осы шығарылымды лайк, дизлайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл менің арнамды алға жылжытуға көмектеседі. Сонымен достар, осы аптаның Украина-Ресей соғысына қатысы бар маңызды жаңалығын талқылаймыз. Білесіздер, 6 мамыр күні Украина аспаны біраз Украина дрондарының арқасында Мәскеудің, Ресейдің аспаны біраз әбігерге түскені рас. Ұшақтар 10-ға жуық әуежайда ұшақтар 15-16 сағатқа кешіктірілді. 60 мыңға жуық адам зардап шекті деп айтады. Егер де мен Киевтің тұрғыны болмағанда, егер де мен Украинада 10 жылдан астан бері тұрмағанда, Украинадағы соғысты өз көзімен бәлкім көрмегенде, Ресей біраз әбігерге түсіп қалыпты деп жанашырлық емес, бәлкім сөйтіп айтар едім. Бірақ Украина мен Ресейді салыстыратын болсақ, бұл 4 жылда Украинаның тұрғындары әрине 15-16 сағатқа әбігерге түскен Ресейге қарағанда әлде қайда 4 жыл қатарынан әбігерге түсіп жүрген халық, 40 миллионға жуық халық, әрине соғыстан қазір бәлкім 30 миллион, талай Украинаның ұландары қан майданда қасықтай қанын қиып жатқаны мәлім. Сондықтан да бізде 4 жылдан бері Украина аспанында ұшақ ұшпайды. Біз Киевтен Варшаваға қатынау үшін 15-16 сағат тек пойызда өткіземіз. Ары қарай Варшавадан Украинаға, мысалы Қазақстанға барайық десем, мысалы өз еліме баратын болсам, алдымен мен Киевтен Варшаваға жетем, одан кейін ақшаң бар болса ғана тікелей әуе ұшағымен Қазақстанға тартасың. Бірақ ақшаң ондай көп болмаса, бізде ұшақтардың билеті өте қымбат қой. Түрік елі арқылы, не болмаса Италиядан Алматыға, Астанаға қатынап жатады. Бұл енді басқа әңгіме. 6 мамырға тоқталайық. 6 мамыр күні Ресей тарапы да Украинаның 500-ге жуық дрондарын ПВО мен атып түсіргенін айтты. ПВО деген нәрсені білесіздер, ол аспанды әуе қорғаныс жүйесі. Білесіздер ме достар, мен ойлағам 6 мамырда үстіп Ресейдің аспанын біраз әбігерге түскен Украин дрондары 9 мамыр күні мамырды да сәтті пайдаланып Мәскеу өз-өзімен жаңағы алаңда парад өткізіп жатқан кезде бәлкім бірқатар зауыттарды атқылайды, не болмаса мұнай зауыттарын атқылайды. Сондай бір үміт болған, менде ғана емес Украинаның тұрғындарында әрине. Бірақ ондай қатты жаңалық жазылған жоқ. Не болмаса қандай да бір зауыт атқыланған болса, не болмаса бір зауытқа Украинаның дроны ұшып келетін болса, әрине бұл жаңалықты қазіргідей ақпараттық қоғамда еститініміз мәлім. Бірақ 9 мамыр міне аяқталды. Бүгін 9 мамырда жазылып отырмын. Бүгін жексенбі күні шығатын эфирді. Бірақ өкінішке қарай әрине ондай жаңалық жоқ. Украина тарапы бұл күнді өзінің ыңғайы үшін қолданған жоқ. Бәлкім барлау қызметі алда біраз ақпаратты айтатын болар. Әзірге тыныш. Ресейдің Қызыл алаңындағы қып-қызыл өтірікке малынған парадта өзінің жоспарына сай өтті. Оған бірқатар елдің тмд аумағында, оның ішінде біздің Қазақстанның басшысы Тоқаев мырза да бар, ол да қатысты. Әзірбайжанның басшысы келмеді. Ұшақтан кейін оның жағдайы белгілі. Бірақ Қытай басшысы келді. Соған қарағанда, және Ресейдегі Қызыл алаңдағы парад, тағы қайталап айтам, қып-қызыл өтірікке, қып-қызыл идеологияға тұнып тұрған парад өтті. Бір өкініштісі деп айтатын болсақ, достар, бұл парадты әрине Путин қазір өзінің ыңғайына, өзінің оң жамбасына сай келетін өтірікке әбден
малып алды, және 2010 жылдан бастап бұл парадқа деген бір идеологияға айналдыру құралы қатты жүре бастады. Мен 2013 жылда кеттім елден. 2013 жылда осындай қорқынышты үрдістің орын алғанын байқадым. Біздің балалар мектеп болсын, жаңағы КСРО-ның белгісі бар, не болмаса жаңағы Георгий лентасын тағып, мәңгілік полк деген идеология, бұны да идеология деп айтуға болады. Бәрібірде Ресей біздің 1.200.000 ата-бабаларымыз соғысқа аттанған, Украина тарапынан 8 миллионға жуық украиналық фашизммен күрескен қаншама ұлттың өкілдері бар. Бірақ Ресей оның бірде-біреуін айтпайды. Баяғы сол мықты орыс сарбазы, баяғы сол мықты орыс, баяғы сол империя, баяғы сол Ресей ешкімнің еңбегін елеп жатқан әрине Ресей жоқ. Оны бүгінгі парадтан да анық байқауға болады. Ресей баяғы өзінің идеологиясына, өзінің шовинистік көзқарасына, өзінің империяшыл сасық арманына салады бұл күнді. 9 мамыр мен үшін елден кетпей тұрғанда әрине бұл мейрам деп айтуға аузым бармайды. Бұл қастерлі күн. Менің Сансызбай деген атам, анамның әкесі қан майданда қара терін төккен адам. Соғыстың зардабын, соғыстың қиыншылығын атамның өз аузынан естігемін. Қаншама қазақтың боздап қалғанын, жанұясы соғыстан кейінгі зардапты айту ол бөлек шығарылым. Ал қазір қарап отырсаң, Украинадағы соғысты көргеннен кейін әрине бұл тек бір Путиннің билігіне тағзым сияқты болып қалған, өкінішке қарай. Және ең қиыны, достар, бұл күнді біздің ел қалай өткізді, қалай өткізбек, не болмаса мектептерде қалай өтті. Менің Фейсбуктағы бірқатар қазақтың тілшілерінің өзі балаларын осындай киім кигізіп, әскери киімді кигізіп, мейрамыңмен деп шулап жатқан көргенде, әрине шетелде отырған қазақтың тілшісі ретінде менің жаным ашыған рас. Өйткені Украинадағы соғысты көргеннен кейін бұл әскери киім ешқандай да сән емес, ешқандай да мақтан тұтатын дүние емес. Бұл сор, халықтың соры. Бұнда киім кигізіп балаларыңызды арнайы әскери операцияға жібере алмай жүрсіздер ма? Жоқ әлде соғысты көргілеріңіз келе ма? Неге бұндай қадамға барады? Менің миыма кіріп шығатын дүние емес. Өйткені қазір аяғы жоқ, қолы жоқ, қаншама өзінің әкесінен, күйеуінен, ағасынан, ұлынан айырылған адамдарды көргеннен кейін Украинадағы бұл соғыс ешкімге опа бермейтіні мәлім. Әрине Украина өз жерін қорғап жатыр. Ал бүгін Путин 9 мамыр күні трибуналда сөйлеп тұрып, бұл ерлік пен қайсарлықтың, батырлықтың үлгісі. Сіздерге жаңа генералдарын айтып отыр ғой, енді арнайы әскери операцияға қатысқан халық қолдайды, сіздердің батырлықтарыңызды мақтан етеміз деп айтты. Әрине бұл тағы да әккі Путиннің әдейі айтып отырған сөзі. Өйткені ешқандай батырлық, ешқандай ерлік біреудің еліне басып кіріп, біреудің баласын өлтіріп, тапа-тал түсте біреудің еліне, біреудің жеріне зымырандарды жіберіп отырғанды батырлық деу күлкілі жағдай. Бірақ оған күліп отырған Украина да жоқ. Керісінше Украина зарлап жылап отыр. Әлі күнге дейін тіпті 7 мамырдан бастап 9 мамырға дейін бітім күнін жариялайық, бір-бірімізге оқ атпайық деп бір жақты Путин өзінің әрине Мәскеудегі парадын ойлап ұсыныс жасаған еді. Бәрібір бұл көз бояушылық. Сөйтіп айтып отырып та
өтірікті суша ағызатын Ресейдің басшысы әрине Сумды да атқылады, Харьковты да атқылады. 8 мамырда да, 7 мамырда да Украинаның бейбіт тұрғындары тапа-тал түсте орыстың оғынан қаза тапты. Сондықтан да біз бітімгершілікті қалаймыз деп Путиннің айтуы әдеттегі өтірігі. Сондықтан Украина оған сенбейді. Украина өзінің әрине екінші дүниежүзілік соғыста ұлы отан соғысы деп айтуды да доғару керек. Біздің қазақтар екінші дүниежүзілік соғыс, ұлы отан деген Ресей өзінің жер үшін қазір де мысалы бірінші Украинадағы соғысқа Ресейдің сарбазын жіберіп отырған жоқ қой, алдымен кіші халықтың өкілдерін, буряттарды деген сияқты солар барды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де Ресей алдымен өзінің сарбазын жіберген жоқ. Қазақтар кетті, украиндық кетті. 8 миллионға жуық Украина, қайталап айтам, азаматы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Бізден 1.200.000 адам. Ал бұл соғысты Ресей қазір өзіне меншіктеп, ұлы батыр орыс сарбазын дәріптеп, және ең бір өкінетін нәрсе, әрине орыстың пропагандасы да бұл соғысты істеді, екі халықты бір-біріне жек көрінішті етті. 8 жылдан бері кітабымда да жазам, сіздер алып оқитын болсаңыздар, менің сөзімді түбіне дейін түсінесіздер. Екі халықты журналистер де бір-біріне айдап салғанын әрине жоққа шығара алмаймын. Әсіресе Киевтің тұрғыны ретінде соғыстың қалай жасалғанын, Украинаның өз ішіне қалай іріткі тастағанын оңай көруге болады. Әсіресе мен бір Украина жақ, мен бір Ресейдің жағы емес, соғыстың алдында бейтарап адам ретінде, қазақтың тілшісі ретінде осындай дүниелердің бәрін көзімен көргеннен кейін бұл соғысты Ресейдің журналистері де жасады. Бұл соғысты пропаганда да жасады деп айтуға толық құқым бар. Қысқасы, Ресей қазір тағы да қайталап айтам, 9 мамыр күні арнайы әскери операцияға қатысқан сарбаздарды дәріптеп, солардың батырлығы мен ерлігі үшін мақтан тұтамыз деп айтты. Украинада қарап қалған жоқ, көптеген менің әріптестерім бұл күні жаңағы Украинадан қайтып келген сарбаздар өзінің туған шешесін өлтіргенін, ауылдастарын бауыздап тастаған, жалпы батырлық деген нәрсені Путин қалай түсінеді, Украина қалай түсінеді, бәрін солай сараптап, өз халқына өз ақпаратын беріп жатыр. Украина өзінің халқына өз ақпаратын беріп жатыр. Ал біз Қазақстан бұдан екі елдің соғысынан әрине тікелей сабақ алуымыз керек. Менің ойыммен келісесіздер ме? Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен сіздердің пікірлеріңізді оқимын. Келесі кездескенше сау болайық.